Сәлем достар. 2022 жылы Оңтүстік Корея елінде шыққан детектив триллер жанрында түсірілген тележүргізуші атты фильмге қысқаша мазмұн жасайтын боламын. Ал кеттік ендеше, достар, фильм басында жаңбыр нөсерлеп құйып жауып тұрады. Бейтаныс еркек біреудің үйінің құлпын бұзып кіріп жатқанын көреміз. Ал үй ішінде анасы мен қызы қаншерден қорқып тығылып отырады. Кейін кадр бір әйелдің ұйықтап жатқан кезіне ауысады. Анасы Сери, тұр қызым, жұмысыңа кеш қаласың деп оятады. Сол кезде ол әйелдің есімі Сери екенін білеміз. Сери жуынып таңғы асқа отырады. Анасы Сериге кеше қателесуіне аз қалды. Келесінде мұндай қателік жіберме деп қызын тергейді. Сөйтсек, Сери кешкі жаңалықтарды жүргізетін беделді журналист екен. Сосын Сери жұмысына келеді. Сери эфир алдында өзі оқитын жаңалықтарға дайындалып тұрады. Сол кезде бір әйел студияға қоңырау соғып, Сери, сізге маңызды ақпарат айтамын, маған келе аласыз ба дейді. Сери, тыңдап тұрмын, не айтасыз дейді. Тұтқаның ар жағындағы әйел: сіз Серисіз бе? Біз жайлы шығарылым дайындаңызшы. Бізге бір бөтен ер адам келіп қызымды өлтірді. Қазір тағы келіп мені де өлтіруінен қорқамын. Өтініш, бізге келіңіз дейді. Көмекшісі тағы да біреудің қалжыңы болар дегенде, Сери бұлай қалжыңдауға болмайды деп тұтқаны қоя салады. Сосын Сери жұмысын бітіріп үйіне қайтады. Сери сол оқиғаны анасына айтады. Анасы дәл қазір басты тележүргізушіге іріктеу болып жатыр. Сен өзіңнің ең мықты екеніңді дәлелдеуің керек. Мүмкін бұл саған берілген жақсы орай болар, қызым. Сен сол жерге барып өз репортажыңды дайында деп қызын жігерлендіріп сол жерге аттандырады. Сери көп күтпей сол кеште айтылған мекенжайға келеді. Есігін қағып үй иесін шақырады. Ішкеріден ешкім үн қатпайды. Сосын есігін итерсе, ол ашық екен. Жайлап ішкеріге кіреді. Кім бар? Мен тележүргізуші Серимін. Маған қоңырау соққан сіз бе деп сөйлеп келе жатады. Сонда да ешкім үн қатпайды. Сосын Сери ваннаның есігі ашық тұрғанын көреді. Ол жерге көз салса, кішкентай қыз өліп жатыр. Шошып полицияға қоңырау соғуға кіріседі. Бірақ кенет шкафтан бір дыбыс естілгендей болады. Қорқып ашып қалса, әлгі қыздың шешесі асылып тұр екен. Сосын полицияның үй ішінде жүргенін көреміз. Ал Сери осы қылмысқа байланысты өз репортажын жүргізіп жатыр. Ертеңіне осы қылмыс бүткіл ақпарат құралдарында жарияланады. Бастығы Сериге: бұны өзім жүргізесің. Себебі осы оқиға арқылы біздің компанияның рейтингі асты, және де бұл істің басы қасында болған өзің деп Сериге жүктейді. Сери мақұл деп қылмыс жайлы ақпаратты білу үшін детективке хабарласады. Детектив сараптама нәтижесінде бұл кісі өлтіру емес, өзін өзі өлтіру. Әйелдің ауытқушылығы болған. Сол себепті алдымен қызын, сосын өзін өлтірген дейді. Сосын эфир барысында әлгі марқұм әйелдің елесі көзіне көрініп шошып кетеді. Ертеңіне тағы мағлұмат жинау мақсатында қылмыс болған үйге тағы барады. Ол үйге кіріп жан-жақты қарап жатқанда бөтен еркектің де кіргенін байқайды. Ол стол үстінен бірдеңе іздеп жатыр екен. Сосын оның кеткенін күтіп тығылып отырады. Әлгі кісі шығып кеткен соң артынан шығады. Ал сыртта полиция әлгі кісімен сөйлесіп тұр екен. Сөйтсек, ол марқұмның психиатр екен. Сери әлгі доктордан күдіктеніп, ол жайлы мәліметтерді интернеттен іздей бастайды. Интернеттен әлгі доктордың пациенттері көп жағдайда өз-өзіне қол салған екен. Соны көріп, доктордан одан әрі күдіктене бастайды. Ертеңіне доктордан сұхбат алу мақсатында доктордың жұмыс орнына барады. Докторға: сіз сол күні қылмыс орнынан не іздедіңіз деп сұрайды. Доктор: емделушім ауыр науқас еді. Бірақ сол күні жұмыс біткен соң келді. Ол өзінің жақсы болып қалғанын айтып, сосын кетті. Бірақ маған бұл жағдай өте күдікті көрінді. Себебі бұндай науқастар емделмейді. Олар тек айыпты адам іздеп, ойдан сондай біреуді құрап алады деп Сериге қарайды да: сізде де сондай адам бар сияқты, сізге де дәрі жазып берейін бе деп сұқтана қарайды. Сери шошып кетеді. Ал ертеңіне Сери қылмыс жайлы эфир жүргізіп жатқанда кенет бір елес буындыра бастайды. Эфир үзіліп, Сери есін жиса, қолы қанатты. Сосын қолын жуайын десе, тағы да бірдемелер елестеп қорқа бастайды. Сери бұның бәрін әлгі доктор істеді. Ол мағанда гипноз жасады деп доктордан күдіктеніп, кейін тағы да докторға барады.
Докторға сіз маған гипноз жасадыңыз. Барлық емделушілеріңізге солай жасайсыз. Себебі өз қылмысыңызды жасырғыңыз келеді деп. Өз басында болып жатқан жағдайларды айтады. Ал доктор Сэриге оның себебі сіз сол күні марқұм әйелдің жүзін көрмегенсіз. Сол себебі оның елесі сізді мазалап жатыр дейді. Сол сөзге Сэри сеніп қалады, өйткені шынымен марқұмның жүзіне қарамаған еді. Доктор Сэриге гипноз арқылы сол күнге оралып, марқұмның жүзін көруді ұсынады. Сол арқылы барлығынан құтыласыз дейді. Сэри амалсыз келіседі. Сосын гипноз арқылы Сэриді сол күнге қайтарады. Бірақ мәйіттің жүзін көрейін десе, оны тапайды. Кенет ол артынан келіп бұндыра бастайды. Доктор әрең Сэриді гипноздан шығарып алады. Сосын кешке доктор Сэриге хабарласады. Тұтқаны Сэридің анасы алады. Анасына қызыңыз менің емделушім, оның жағдайы нашар дейді. Ал анасы қызыма жолама. Оны пайдаланып өз қылмысыңды жасырайын дедің бе? Екінші хабарласушы болма, қызымнан аулақ жүр деп тұтқаны қоя салады. Таңертең Сэри оянса, үй ішінде күйеуі жүр. Сэри күйеуіне ажырасамыз болды, екінші үйге келме дейді. Ал күйеуі шешең үнемі ортамызға түседі. Шешең айтқан үшін ажыраспақшысың ба дейді. Сэри ренжіп менің анам жайлы жаман сөз айтушы болма деп жұмысына кетеді. Артынша үйіне әлгі доктор келеді. Сэридің күйеуіне мен әйеліңізді емдеп жүрмін. Бірақ қайын енеңізбен сөйлесуім керек, себебі ол кісіге көмек керек деп ойлаймын. Оның мекен жайын бере аласыз ба дейді. Сосын кадр Сэридің анасын көрсетеді. Ол Сэридің жұмысына келген екен. Сэридің бүгін соңғы рет кешкі жаңалықтарды жүргізуі. Соған ашуланып қызының орнына қойылған жүргізуші қызды пышақтайды. Ал мына жақта эфир басталайын деп жатыр. Сэриге күйеуі қоңырау соғады. Күйеуі Сэриге сенің докторың мен анаңның үйіне келдік, бірақ анаң үйде жоқ екен. Сен анаңның қайда екенін білесің бе деп сұрайды. Сэри күйеуіне әлгі доктордың қылмыскер екенін айтып полиция шақыруын өтінеді. Күйеуі шошып кетіп жүгіріп үйге кірсе, әлгі доктор қайыненесінің құжаттарын ақтарып жүр екен. Сосын сен не істеп жатсың деп екеуі жағаласып кетеді. Сол кезде доктор Сэридің гипноз кезінде айтқан сарайға көзі түсіп, сол жаққа жүгіріп кетеді. Ол жердің есігі құлыптаулы тұр екен. Доктор есікті бұзып кірсе, іште Сэридің анасы асылып қалыпты. Сосын полиция келіп мәйітті алып кетеді. Ал мына жақта Сэридің соңғы эфирі басталып кеткен. Эфирді жүргізіп жатып тағы есін жоғалтып қояды. Сол сәтте әріптесі пышақталған күйі кіріп келеді. Барлығы оған көмектесумен әлек болып тұрғанда, Сэри есік сыртынан анасын көріп артынан қуып жетеді. Сосын дәрігерге қоңырау соғып анама көмек керек дейді. Ал анасы айнаның сынығын алып, Сэри сен әлі түсінбедің бе? деп өз қолын кеседі. Сосын Сэри біз екеуміз бір адамбыз деп Сэриге жақындайды. Сол кезде доктор да жетіп келіп, анаңыз өлген, оны өзіңіз де білесіз, Сэри дейді. Кеше сізге қоңырау соққанымда өзіңіз алдыңыз, анаңыз емес дейді. Сол сәтте анасы жоғалып кетеді. Осы кезде ол бастан бері көріп келе жатқан Сэри мен анасы екеуі бір адам екенін түсінеміз. Анасының рөлінде жүріп әріптесін пышақтағанда Сэридің өзі. Кейін анасының өліміне байланысты барлық ақиқатты көрсете бастайды. Сэри анасының көп ішкілік ішіп жүргеніне уайымдап анасының үйіне барады. Сосын анасы Сэриге ажырас, балаңды алдыр. Сен атақты тележүргізуші болуың керек дейді. Себебі анасы кезінде атақты журналист болған екен. Сосын Сэриді көтеріп барлығынан бас тартыпты. Кейіннен оған шыдай алмай қызында өзінде өлтірмек болғанда көршілері араша түсіп аман қалыпты. Содан қызының өз армандарын орындағанын қалайды екен. Сэри анасына сол күні мені қалай қылқындырғаныңызды ұмытқан жоқпын. Бәрінен шаршадым, апа өтініш өмірінен шығып кетіңіз деп ашуланып кетіп қалады. Сосын анасы мұңайып өзіне қол салу мақсатында сарайға шығып бара жатады. Оның бәрін гипноз арқылы Сэридің өзі бақылап тұрғанын көреміз. Сосын анасы артқа бұрылып Сэридің гипноздағы елесін қылқындыра бастайды. Сэри сен менің анам емессің деп оған сынған шиша сұғып алады. Ал шын өмірде гипноздағы Сэри есін жия алмай комаға түседі. Сэри комада жатып өзі және анасының бұрынғы бақытты күндерін көріп жатады. Бір кезде анасы Сэри сені өмірге әкелгеніме ешқашан өкінген емеспін деген сөзін естиді. Сосын есін жияды.
Сери жүкті. Баласы да өзі де аман. Осымен фильм аяқталады. Достар, осындай бейнелер сіздерді қызықтырса маған тіркеліп қойыңыздар. Алда тамаша фильмдерге қысқаша мазмұн жасайтын боламын. Кездескенше достар.